Ассалаумалейкум, қалайсыздар? Астанадан сөйлеп тұрмын. Астана төріндегі Қазанат ипподромы және дәл осында табан тіреуін бекер емес. Бокстан 4 дүркін Азия чемпионы, жасындай жарқылдап, соңғы кезде көпшіліктің назарында жүрген және ерекше қабілетімен көзге түсіп жүрген жергілікті Темірлан Мұқатаев осында кездесейік деген ұсыныс тастады. Ұсыныс болған енді бізде хабарластық және ол спорт залдан көрі, немесе бір жабық сұхбат алаңынан көрі дәл осындай ашық аспан астында сөйлесейік, көкейде жүрген сауалдарға жауап берейін және атпен де біраз серуендейік деген әңгіме болды. Және қазір алдағы минуттарда Темірлан Мұқатаевпен эксклюзивті сұхбатты құрамыз және барлық жиған терген ақпаратты сіздерге ұсынамыз. Ендеше уақыттарыңызды алмай бастайық. Сонымен Астана төріндегі ипподром және мінекей кейіпкеріміз Темірлан Мұқатаев бағанадан бері күтіп қалды. Біраз уақыт кешірім сұраймыз. Ассалаумалейкум. Көргеніме қуаныштымын. Таиландтан кейін жолығып тұрғанымыз арада енді біраз уақытта өтті. Демалып жатқан шақтарыңыз ғой қазір? Иә, демалып отыр қазір. Ан жақта енді білесіз, дұрыс мүмкіндік болмады, абыр сабыр. Одан кейін финалдан кейін өте ауыр, сыртынан қарағанда өте тартысты жекпе-жек болды. Ең бастысы жеңіс бар. 4 дүркін Азия чемпионысыз. Сонымен не істеп жатсыздар? Неге бізді ипподромға шақырдыңыз? Біз басында сұрадық қой. Темірланның хоббиі қандай екен, қай жерде сұхбат алсақ болады дегенде, атқа қызығушылығы бар деді. Енді ипподромға шақырған өзім қалада аз болам ғой. Всегда сборда, жарыста. Қалаға келген кезде осында атқа шауып тұрамыз достарымызбен. Осында келіп тұрамыз. Қаланың сыртында Құлатай деген жер бар, сонда барамыз. Одан әрі тағы да Жібек жол деген жақ бар. Неше түрлі жерге барамыз. Бурабайға да барып қайтамыз. Жалпы өзі атқа сондай қызығушылық бала кезден бар. Жаңағы ойды серіктесін, ой жүгіртесін. Жаңағыда миың демалады, тынығады шынымен де. Балалық шақ, туған жеріңіз, мен қарадым биография, Семей. Бірақ 2 жасыңызда осы жаққа келіпсіз? Иә, 3 жас. 3 жастан бері атты осы жақта ма мініп жүргеніңіз? Иә, осында Семейде мінбеген әлі. Қандай қызығушылық? Бәйге ма, көкпар ма? Көкпар тарта алмаймыз енді, ондай деңгей жоқ, бірақ шабу ғой біздікі. Шабу. Оңды солды шабасың, аттың басы жеріп қойып әкетесің. Жақсы, одан кейін жаңағы бала кезде 7 жаста боксқа келдім деді айттыңыз, ә? Аха. Тағы да Астана қаласында? Астанада бастадық, иә. Ол кезде кім еді бапкер? Иса Кенжегулов. Әлі күнге дейін сол жеке бапкер, иә? Иә, солайға келгем, әлі де солай. Астана төріндегі нөмір 3 спорт мектебінің залы, иә, сол? Аха, дүйші. Кезінде Санжар Ташкенбай, сөзде дайындалған Нұрбек Оралбай, Айбек Оралбай деген сияқты. Қазір Темірлан Мұқатаев ізін басып келе жатыр. Жақсы, өте қуаныштымыз. Қазір не істеп жатсыздар? Қазір енді қанша уақыт берді демалыс? Демалыс негізі 10 күн уақыт берді. Біз осы 1-2 күн бұрын негізі ұшу керек болғанбыз 20-сына қарай. Жаңағында бізде оздоровительный сбор деген болады, өзі жылына 1 рет беріледі Турцияға демалуға. Сол кішкене уақыты жаңағы күнімен сәйкес келмей жатыр екен. Қазір соны алдыға жылжытты. Бақыт Сартикбаев ағайымызбен сөйлестік. Сентябрьға қарай барамыз, демаламыз. Ол жаққа барғанда демалыс емес енді, бірақ күніне бір мезгіл тренировка, жаттығу жасап тұрамыз, форманы жоғалтпау үшін. Отбасы осы жақта? Осында бәрі, иә. Үйде осындай уақыттар жиі бола ма, келіп демалатын әлде сирек па? Өте сирек. Бір жылда неше күн шамамен? 1 жылда неше күн? 1 жылда бәрін қосқанда 1 ай болады шығар. Солай ма? 11 ай далада жүресіздер. 11 ай далада. Жаттығу жиыны, жарыстар, иә? Иә. Көрейік, так, мына жерге медальдар іліп қойдыңыз? 2 ат дайындап қойдыңыз? 2 ат дайындап қойдым. Бәрі четко дейсіз? Четко. Сонымен қалай қорытындылап жатыр жалпы жарысты? Бақыт Сарсекбаев не деп айтты? Жарыстан кейін қандай диалогтар болды? Команданың ішіндегі атмосфера қалай? Енді ағайдың көңілінен шықты барлығы. 100% десек те болады. Финалдағы жаңағы 5 жігіт шықтық қой. Бірақ енді Калинин мен Мұрсал Нұрбек жақсы бокстасты. Негізі жеңілді деп те айта алмаймыз соны. Халық та көрді. Бірақ не дейміз енді? Қолды көтерді, қарсыласын ұтылды дейік. Үшеуміз достойно деді ғой, Бақыт ағай. Қалған ұтылған балалар орын алмай қойған жаңағы Нұрзат бар, Боранбек бар, Аман бар. Енді оларды жаңағы биыл бағы жанбай тұрды просто ол жігіттердің. Түнде бір бөлмеде настрой қойып жатқан видеосы жарияланды ғой кейін. Солай бір күн бұрын пысықтайсыздар ма? Қандай процесстер деймін ғой жүріп жатқан? Бойдың алдына бір күн қалған кезде ғой.
келесі күні бой, сол бір күн алдын. Өзінің жаңағы кезіндегі жас кезде бокстасқан видеоларын бақтай бізге қосады, көрсетеді, жаңа кубинецтермен, неше түрлі өзбектерді, жаңа гректер, германец, Қытай, жаңа олимпиадаға жекпе-жектерін қарайды. Соны біз қараймыз, анализ жасаймыз. Қай жерде техника, қай жерде жаңа соққы қалай жасау керек. Соның бәрін ақылдасамыз, бізге өз ақылын бөліседі ғой. Қазір бәрі сұрап жатыр ғой. Мынау қалай, соңғы самурай ма, қазақтың самурайы ма, соңында тойлайсың ғой жеңісті. Ол қайдан шықты? Ол қазақтың самурайы емес, бізде самурай жоқ қой, ол жаңағы Япониядан алынған нәрсе ғой. Ол негізі кезінде самурайлар, мысалы бізде қазақтың батырлары кезінде жаңағы Абылай хан, Бөгенбай батыр, жаңағы біздің батырлар болса, оларда кезінде батырлар самурай болған ғой. Үстіне тоже жаңағыдай киіп алады, неше түрлі плащын, жаңағыдай защиткасын, екі қылышын салып алады. И оларда жаңағыдай самурайдар, олар өздері жеке тұлға болып бөлінетін еді ол кезде. Мен оқығанмын өзім биографиясын. Қысқа айтып берейін жаңағыдай. Оларда бусидо деген нәрсе бар да. Ол былай қысқартып, оның расшифровкасы твой путь это смерть. Если ты это примешь, ты станешь свободным дейді олар. Сондықтан мен сондай қағиданы ұстанамын осы бокста. Рингқа шыққан кезде де өлгенше жаңағыдай болды. Қолына келген бәрін істейсің до конца, короче. Барыңды да жаныңды да саласың. Қарамайсың, қандай қарсылас, қандай ол бой 2 метр ма, ол 100 килограмм ба жаңағыдай ол. Шаршамай ма, шаршай ма, барынша. Сондай психология миға кіргізесің, болды. Ол жақсы көмектеседі негізі өзіме. Иә. Ал отқаннан кейінгі жаңағы қылыш шығаратыным ол сол самурайлардың іс-әрекеті ғой. Иә. Ол бірақ бір шықпай қалған кездері болды, ойдағыдай. Ол ең басында, иә. Алдыңғы жылы мен оны сол кезде бастағам, Азияда, осы Астанада өтті ғой, 22 жасқа дейін. Сол кезде бастағам, оны анау бұрышта тұр дейді бірдеңе істеп жүріп, оны мына бала не істеп жүр деп. Сосын өзім ретке келтіріп, жаймен осы Азияны дайындалып келтіріп алды қалыпқа. Осы соңғысы енді өзім көрдім ғой, өз көзіммен рингтегі жасаған әрекетінді көрдім. Енді четкі шығып жатыр, соңында таза кәдімгідей ойдағыдай шықты деп ойлаймын мен. Дайындалып. Енді маған қызығы, мысалы Бақтағайдың көзқарасы қалай оған? Бақтағай жақсы, иә. Ол кісі енді ырбың-жырбаңды ұнатпайды, конечно, бірақ айтады да, достойно егер финалда бір рет істеуге болады ол нәрсені. Егер чемпион болсаң, ал әр бой сайын, отқан сайын ол нәрсені берекесін қашып істей берсең, ол ешкімге қызық емес та. Жалпы мына сіздердің толқында Төрехан Сабырхан бар, Санжарәлі Бегалиев бар, осындай бір элементтер қосып жатсыздар, шоудың элементін әкеліп жатсыздар қазіргі боксқа. Аға буында ондай жоқ байқайсаңыздар. Оның алдындағы буында тіптен жоқ. Тіптен жоқ, иә. Жас болғаннан кейін шығар, сөйтіп ойлаймын. Жастар жаңағы. Тем более заман басқа қазір. Бокста басқа да кішкене более уже шоуды ұнатады халық, қызық болады, есте қаласың, сөйтіп айтып жүреді кейін сені. Көбісі кезінде лақап ат қоймайтын, қазір көбісі уже лақап ат қояды, жаңағы өзіне байланысты келтіріп ұйқасын тауып. Өзіңдікі самурай ма? Последний самурай. Соңғы самурай. Сол самурай деген киносы бар. Последний самурай деген, соны көрсеңіздер, жақсы кино. Осы қылықтарыңыз ұнамайды деген пікірлер болды ма? Болды, иә. Мен байқағаным, үлкен буын бар ғой. Ол кісілер қабылдай алмайды екен. Жастар керісінше жақсы көреді. Осы үшін жақсы көретін де адамдар бар да, мысалы жас буынның ішінде. 40 плюстан былай қарай. Түсінбейді де ол кісілер. Не істеп жатыр мына бала деп. Қалғандар қолдайды. Бірақ төрешілерге әсер етеді ау деймін, иә? Етеді, иә. Қазіргі заманда тем более етеді, иә. Кезіндегі 10 жыл бұрын етпейтін шығар, может. Қазір уже ондай шоумен, жаңағындай көзге түссең жақсы, иә. Необычно. Жаңағы неде қаласың да, судьялардың көзінде қаласың, сақталасың есінде. Төбелес кезінде де сақталатын әрекеттер жасауға тырысасың, иә, байқағаным. Мен өзім қолым ауыр. Жаңағындай егер де тисе жақсылап, мен ой сарататыным бар да негізі қарсыластарды. Оны өзім білем. Бірақ олай сеніп шықпаймын. Қазір шығамын да мен оны құлатып тастаймын, ұйықтатып тастаймын, олай шықпаймын. Енді настрой істеп шығасың ғой. Тисе тиеді да, кейін өзбекпен де көрдіңіздер бірінші раундта. Қандай артқұл жақсы тигіздік. Шахзод Палуонов. Иә, Шахзод Палуонов. Бірінші раундта есеңгіреткендей болды. Ана бір бұрышқа апарып тығып едің ғой. Бірақ байқадық, төреші керісінше тоқтатып демалуға мүмкіндік берген сияқты, қарсыласың қып-қызыл болып кетті ғой. Иә. Мен көрдім өзім, анау аяғы бүйтіп тәнтіректеп, жаңағыдай қолын жинап, бүйтіп еңкейіп құлап жатыр да уже. Мен ойлағам қазір жаңағыдай есеп ашады деп. Рефериға бір қараймын. Көк бұрыш басыңды көтер дейді ғой жаңағы. Деп түсіндім сосын сол жерде. Жұмыс басталды ма деп уже. Бірақ ол саған қатты әсер еткен жоқ па? Психологиялық тұрғыда бір керісінше болады ғой. Сағы сынып қалады, тау шағылып, ана жерде болады. Наоборот, одан сайын жаңағыдай ашылды іште агрессия. Мен ананы көремін, когда мен әділдік жоқ жерде мен көремін да, маған ол наоборот ішімдегі жаңағыдай агрессияны оятады да, ашу шығады. Одан сайын мен жоқ, маған бұл нәрсе әсер етпейді, мен қазір сендерге көрсетемін дегендей, короче, іште оянады. Сөйтіп, до конца бір темпті көрдіңіздер ғой. Мен максимально тырыстым енді.
бір темпті, бірінші раундтағы темпті 3 раунд бойы біздер енді оңай емес, 90 килограмм ондай темпті бокстасу. Бірақ енді дайындыққа байланысты қалай жүгірдік, соның бәрі рингте пайдасын берді ғой. Енді көп жекпе-жектер күмәнді болды ғой Таиландтағы Азия чемпионатында. Сосын қол көтерейін деп тұрғанда да бір іште бола ма? Қанша басым екеніңді байқасаң да көтермей қалады-ау деген сияқты. Болады, иә, болады. Бұрышқа барған кезде финалда бірінші раундтан кейін мен нокдаунға түсірдім ғой енді өзім. Нокдаун дегенде шөт ашпаса да, бірақ нокдаунға түсірдім, таза нокдаун болды. Былай да бірінші раунд өзім қысып, инициативаны бермей, алдыға жұмыс жасап сөйтіп шықтым. Бірінші раундтан кейін бұрышқа барып отырсам, айтады Бақыт ағай, Темірлан дейді, есеп 3-2 дейді маған. Опа дедім, короче, іштей. Бірақ жарайды, нормально жиналып алдым. Түсіндім сол кезде 3-2 берген кезде жұмыс істеп жатқанын түсіндім. Жаңа судьялар бар, не бар, бәрі түсінді ғой. Сөйтіп екінші раундқа шықтым. Тура жаңа бірінші раундта істеп шыққан сияқты едім. Барым салып алдыға жаңағындай бермей қысымды тек қана короче алдыға жүріп сөйтіп бұрышқа барсам Бақыт ағай келеді. Айтады, 4-1 ар жаққа кетті дейді. Ол кісі қалай бар солай айта ма, әлі өтірік айтып отыр ма? Жоқ, қалай бар солай айтады. Иә. Бойдың алдында да біз айтамыз ғой, есепті айтып отырыңыздаршы бізге білетіндей деп шешті ол. Сөйтіп екінші раундтан 4-1 дегеннен мен уже все ашуым шығады ғой, болды, мен қазір мынаны еще маған Бақыт айтады, все, үшінші раунд, выходи. Орысша сөйлейтін бар да Бақыт ағайдың. Вырывай, короче, добей его дейді, короче. Болды, менде ашу оянып кеткен трибунада жаңағы Қазақстан деп жатыр, ойда неше түрлі жаңағы елің, жерің бар, бәрі еске түседі. Сол кезде жаттығуларың қиналған, үшінші раундқа барын салдық қой әйтеуір. Үшінші раунд негізі таза 5-0-дің раунды ғой. Ол сонда да маған 3-2 берді. Әйтеуір берді ғой, соған шүкір. Бірақ енді мүмкіндік берген жоқпыз. Бұл жерде біз не только жаңағындай соперникті да, біз судьяларды, рефериді де жеңдік та бұл жерде. Сөйтіп дайын шығамыз ғой бойға ше. Соперникқа ғана емес, чтобы жаңа судьяларға да ұнау үшін, олардың көңілінен шығу үшін, олар саған жақсы бал беру үшін, жаңа реферидің алдында таза бокстасу үшін бәрі сөйтіп дайындалып шығамыз. Десе де бүгінге дейін өзбек қарсыластарға есе жібермедің. Және оның құпиясы неде? Құпиясын білмедім, бірақ ең бірінші жеңіп бастағам жастар арасында 2021 жылдар. Сол кезде ITF-та турнир болған. Сол жерде бір өзбектің бірінші номерін жеңіп алғам. Азияның алдында 2021 Дубайда. Сөйтіп Дубайға барам, финалда тағы өзбекті жеңіп алам. Ол маған ұтылып қалғаннан кейін Қостанайда финалға басқасын алып келеді. Сол кезде екінші жеңіп алам. Кейін 2022-де Азияда болады. Сол жерде үшінші өзбекті жеңіп алам тоже. Одан кейін бір турнир болды. Өзімізде Шара қаласында. Сол жаққа тоже бір өзбек келген. Бірінші ме, екінші номер Құраман. Оны сол жерде жеңіп алам. Сөйтіп жаңа алдыңғы жылы өздеріңіз білесіздер, өзбекті құлатқан бойды. Сол кезде ол 5-ші өзбек болды. Мына өзбек 6-ші өзбек қой. Иә, өйтіп олар бәрі жаңа жеңген балалардың бәрі Құраманның бірінші, екінші номерлі жігіттері да. Жеңіп жүргеннен кейін бәрі айтып, мен енді өзім оған мақтанбаймын, вот мен өзбектерге ұтылмаймын деп. Ол енді именно өзбектер келген кезде менде кішкене психологически басқаша қосылады. Менің жаңағындай секретный қасиеттерім ояна ма білмеймін да. Жаңа күшім пайда бола ма, сондай әйтеуір өзбектерге никак ұтылмау керек қой, короче, маған. Сөйтіп оны көріп бүкіл жаңа айтып кетті ғой. Прямой эфирда да бойды көрген кезде өзбектердің жаңағыдай кошмар келе жатыр, қашындар деп. Сөйтіп бәрі әзіл ұстайды ғой қазір. Сосын маған бір ұнамайтын енді біздікілер жаңағыдай есепті білет, және есе жіберіп жатса, енді төмен болса жаңағы біздің жақта бірінші раундта әсіресе құлатам дегенге көшеді да. Функцияны қосады, мен қазір қалайда құлатуым керек, нокдаунды ашуым керек, нокаутқа түсіруім керек деп жаңағы ойнамайды. Кішкене босаңыз болады. Керісінше қатайып қалады. Қалайда құлатам деп, керісінше қарсы әдістерге түсіп қала береді. Сөйтіп ұтылып қалады сол раундта очкомен. Осы бір недінде бір аттай алмай жүрген сияқтымыз, психологиялық кедергі бар да. Бірінші раунд кетсе болды, құлату керек деген сияқты. Бізге бұның бәрін жаңағы сборда ағайларымыз үйретеді негізі. Олай болмайды жаңағындай. Каждый раундта ойларың біргелік болу керек. Хоть ұтып жатырыңдар, жаңағы ұтылып жатсаңдар да, жаңағыдай қалай айтсам болады. Хладнокровно да. Жаңағыдай уайым-қайға салмау керек та. Эмоцияға берілсең, ойың өзгереді, жаңағы бұл психологически все уже бойға деген көзқарасың басқаша болады. Бір қалыпта тұру керек. Мына жерде міне медальдарыңыз ілініп тұр. Соңғы 4 Азия чемпионаты ғой мынау. Жастар арасындағы Азия чемпионатының 4 дүркін чемпионысыз. Және мынау елімізде өткен әртүрлі халықаралық деңгейдегі жаңа бағана айтқан ITF-тің турнирінің несі ғой, пояс сол кезде. Бұл турнир жаңағы мастер спортта береді балаларға. Осы жақында бертін Азияның алдында ғой, Сағадат Нұрмағанбетов турнир ЦСКА-да болған, өзіміз Алматы, сол жерде жеңіп алғам. 4 Азия чемпионатының алтыны қайсысы ыстық? Ыстығы мынау ғой сразу міне. Ең бірінші. 21-ші жыл Дубайда өткен. Осы ерекше дайындалғам дейді. Азия чемпионаты. Ыстықта ең бірінші Азия, ең бірінші алтын, ең бірінші үлкен арена. Ең бірінші менің аренам шыққан шетелге осы алтын. Одан кейін мынау кетті. Яғни Амман келесі жыл бірден.
сөйтіп мынау астанада өткен мынау астанада өткен Азия чемпионаты былтыр. мынау осы міне свежий. Жаңа айтып жатсыз ғой, рингте финалда жаттығуда қиналғаным есепке түсіп жатыр. Ана жақта айқалап жатқан жанкүйерлер бар. Одан кейін тағы бір мотивация үнемі айтып жүресіз ғой. Қарындасыңыз, иә? Қарындасым, иә. Сол инстаграмға салып едім, бәрі айтып кетті. Ең басында осы қарындасым дүниеге келмей тұрып, бір қыс 3 жыл болғанбыз. Мен әпкем бар, ол менен 4 жас үлкен. Ол кісі қазір Қытайда оқуда 8 жыл болды, елде жоқ. Жылына бір келіп тұрады. Сонда жұмыс істейді ол кісі қазір, сонда қалған. Сөйтіп үйде 3 жыл жүретінбіз, 3 жыл өстік та. Соңғы 7-8 жыл, 3 жыл. Мен екі інім бар артымнан келген. Екеуі түйдей құрдас, арасы 2 жас. И жаңағындай үйдегілер, анам мен әкем қыз қалады да. Соңғы бауырымнан кейін 10 жыл олар қыз қалады. Жаңағындай арасы ұзақ болды. Соңғы бауырым 2011 жылғы. Жаңағындай қарындасым 2022-де дүниеге келді. Жаман қуанған болатын олар, өйткені біріншісі қыз, сосын артынан 3 жыл, соңғысы қыз болған кезде қуанып еді. И маған ыстық болды қатты. Өйткені әпкем кетіп қалды. И бауырларым как-то олармен андай, олар саған типа андай, не ғой, родной сияқты ғой, короче, бауырың деп бүйтіп, олармен арасы ұрып қоясың, жаңағындай прикол ұстайсың, ойнайсың, күлесің, жылайсың олармен. Ал қыз бала басқаша. Қыз бала кішкентай андай басқаша еще өзім өсіріп, жаңағыдай сбордан келген кезде өзім қасыма алып жатып ұйықтайтын да, ешкімге бермей мотивация қатты береді сестренкем, иә. Бүкіл нәрсеге дайын, шын айтамын. Қарындасым үшін бар ғой, бәрін тастап бүкіліне дайын. Рингте де ойлайтын кездер бола ма? Иә, болады андай бір ответственный моментте, особенно бірдеңке шешуші бір жағдай болады ғой. Сол кезде сол сестренкемді ойлаймын, бойдың алдында бір күн алдында сөйлесіп аламын, видеозвонокпен. Болды ғой, жаңағындай көз алдында тәтті түрі ойнап тұрады, и болды, маған ештеңе кедергі емес, короче. Жақсы. Бірақ ол әзірге түсінбейтін шығар, қазір үште ғана. Түсінбейді ғой, бірақ тілі шықты. Мен келсем, маған Тиматай деп мені күтіп алады, аға деп сөйлейді. Мен үйде көп болмаймын ғой. Бала кезде былай болатын ол. Енді дүниеге келген кезде мен 1 айлап, 2 айлап кетіп қаламын сыртқа. Сөйтіп үйге келген кезде ол мені танымайды. Мен басқа бөтен кісі деп мені көріп жылап қорқатын ол. Қазір енді үйреніп жатыр. Үйде 5 баласыздар, түсінгенім. Ата-анаңыз қандай жұмыс жасайды, оны да білгіміз келеді. Әкем милицияда, қазір пенсияда, военный кісі. Анам ағылшына сабақ береді. Бастауыш. Мектепте, бастауыштарға сабақ береді. Қазір бірақ үйде бала қарап декретте ғой анам. Оны сұрап отқан себебім былтыр ма, оны арғы жылы ма бір боксқа қолды сілтеп, қосымша табыс іздеп, бір сондай ой болды ма? Бейресми енді ол ашық айтылған жоқ, бірақ мен естігем сондай жағдайлар болып па еді? Кімде, менде ме? Отбасылық жағдайда қиналып. Болған, 2023 жылы ғой ол. Болған ондай жағдай. Ол кезде енді мен 2 рет Азияны алып келдім, жастар арасында ересектерге шығып турнирларға өтіп жүрмін. Сәл финанс жағынан бұл қиындықтар болды. Төледі, мен төлемеді демеймін, жаңа зарплата алып тұрдық, шүкір бәрі. Бірақ үйде енді 5 бала болдық. Әкем еще 2 жыл бұрын беліне операция істеген болатын, грыжа пайда болған. Ол кісі соңғы 5 жыл шофер болып жүрді, военный пенсияға шыққаннан кейін, көлік айдайды. Содан кейін денсаулығы сөйтіп үйде сәл жатып қалып, жаңағыдай табыс көзі сәл қиналып қалғанбыз. Ондай болған, бокс тастаймын деп шаршаған кездер болады, ондай бір выгорание болады ғой, боксерларда болады ондай, шаршайсың, нетесің, мен не істеп жүрмін, құр дайындалып жүрмін, бірақ табыс көзі жетпейді дегендей болады ғой сондай. Сонда ешкім көмектеспеді ма ол кезде? Қол ұшын созатын адамдар болмады ма? Болды. Табылды, ағалар, көкелер болды, көмектесті. Сол жылы Спартакиаданың алдында ғой, как раз мен жаратын кезім ғой. Ересектер енді өтіп, сол Спартакиада чемпион болардың алдында ғой. Сол кезде мен қайттан келіп күзде, жаз бойы дайындалмаған едім. Сол кезде қайттан күзде келіп, ойын бәрін қайттан салып, жоқ, жарайды бірдеңкесін қыламын деп, помощникам Спартакиада жеңіп алған болатын сол кезде. Одан кейін ары қарай жағдай реттеліп, жақсы болды. Енді отбасында өзің асыраушысың ғой, былай айтқанда, сол айта беру ғой, негізгі табыс көзі деген сияқты енді көп сенім артылып отыр. Және ауыр ма осы жауапкершілікті алып жүру? Сәл ауырлау болады, еще үйдің үлкен ұлы болғаннан кейін. Үлкен ұлдар өзі түсінеді оны, балалар болса көріп отқан. Үйдің үлкен ұлы деген ол не только семьяны ойлайсың. Тем более боксер болсаң, халықты ойлап тұрасың, кім не дейді, кім бүкіл көңіліне жабу керексің, достарың бар. Бүкіл жерде жаңа сыйлы болу керексің, дұрыс сөйлеу керексің, дұрыс жүру керексің, жаңағындай. Ит жолдан тайып кетуге болмайды. Ата-анаң бар, әкең бар. Біреулер ауыр сөйлейді, ондай кезде сынбау керексің. Бір қалыпты жүру керексің де, бүкіл жүкті көтеріп. Кейін болашақта өзің отбасы құратының бар, оны да пландайсың. Ананы ойлайсың, мынаны ойлайсың, үй алу керек, машина алу керек, бәрін істеу керек. Бірінші очередь отбасыға ғой бәрі енді. Сол, оны ойдың бәрі жаңағындай жауапкершілік көп.
Ата-анаңыз не деп жатыр? Хабарласады ғой, жекпе-жек кездерде көре ма барлығын? Тікелей эфирде деген сияқты. Әлде жүрегі ауырып көрмейтін адамдар болады? Мамам көрмейді негізі. Бірақ бойдың алдында сөйлесеміз, хабарласамыз, сөйлесеміз, видеомен сөйлесеміз. Анаңызбен көбіне сөйлесесіз ба? Иә, екеуімен де сөйлесерім, бүйтіп видеомен отырады, екеуі сөйлесіп. Бірақ мама бойды қарамайды. Мама бауырыма бойды көрсетіп қояды да, телефоннан қосып қояды да, бірақ өзі бүйтіп бұрылып тұрады екен. Раундта мама бауырым айтып отыр да, кейін бірінші раундта счет қанша болды деп сұрап тұрады екен, өйстіп қарамайды екен. Жүрегі ауырады ғой енді. Шыдай алмайды. Темірлан, қазір 90 келіде жүрсің. Бұған дейін көргенде 85-те өнер көрсетіп жатыр екен. Салмағың негізі 90-ға жетпейді? Жетпейді. Осы жарыс бірінші 90 көріп отырық қой. 80-ге қуу қиын ба? 80-ге? Иә. Енді олимпиадалық салмақ болғасын. 80-ге қуып бере аламын мен, негізі денсаулық жетеді, шыдап береді, қуып бере аламын. Түсіріп диетологтармен, тренировкамен как положено. Бірақ уже қиын болады да ол салмақты ұстау, 2 апталап. Белсенді болу керек одан кейін рингте. Рингте белсенді болып күшін бәрін саласың, еще бойдан кейін шығып, ештеңе жемеу керек болады, келесі бойға күш жинау керек, ол жаны уже қиын. Өйткені мен кезінде қуып көргем, 81 дейтін салмақ болды кезінде. Осы ибаның салмақтар қоспай тұрып, молодежкада. Сол кезде қуатын. Мен білемін де ол нәрсе қалай екенін. Қазірден 90-ға бейімделейсің ба? Толық ауыстың ба? Әлде 85-90 арасында қолмал болған ба? Толық ауыстық болды, иә. Осы сұрақты көп сұрап жатыр, осы жерге айта қояйын. Толық ауыстық. Осы салмақта боламыз. Енді қазір салмақ пока жетпейді, бұлшығы жинаймыз алдағы уақытта. Өйткені 3 жылдан кейін олимпиада бар ғой. Қазірден осы салмаққа үйреніп, қарсыластарды жаттап дегендей, өзімізді бекітіп дегендей, солай. Енді ел ішінде 90-да қазір нөмірі 1 Сағындық Тоғанбай. Иә, Сағындық Тоғанбай ағамыз ғой, иә. Кездесіп бердіңіздер? Жоқ, кездеспегенбіз. Енді бұған 85-те жүрдің, төмен салмақта, иә. Онымен жекпе-жекке шығу керек болады. Енді бәрінің мақсаты ол аға, іні деп бөлінбейтін шығарсыздар. Бөлінбейміз ғой. Өмірде аға бауырымыз рингқа шыққан кезде бір-бірімізге қарсыласпыз, оған әңгіме жоқ, иә. Бірақ Сағындықпен тұрмағанбыз. Жаттығуда да үлкен вестермен тұратын, мен 80-дермен, 85-термен жарысада шықпағанбыз. Одан кейін Қамшыбек Қоңқабаев 90-ға келуі мүмкін деп жақында мәлімдеме жасады. Қамшы ағамыз келсе, жақсы болады. Иә, ол кісіні өзім сыйлаймын ғой, ағам ғой, үлкен ағам. Әлі де сөйлесіп тұрамыз, хабарласып, құттықтап тұрады, жазып тұрады. Егер де келіп жатса, көреміз ғой сол кезде қалай болатын. Алдын ала қазір былай болады, негізі жеңе аламын или ұтыламын деп ештеңе айта алмаймын. Өзбекстанда жастар арасынан сіздермен шамалас, Тұрарбек Қабиболлаев бар ғой. Құрдас, жақсы өнер көрсетіп жатқан, және ол да 90-ға ауысыпты. 90-ға ауысты, олимпиададан кейін. Бұрын 80-де жүретін, қазір 90-ға ауысыпты. Олмен бір жолдарыңыз түйіскен кез болып па еді жарыстарда? Жоқ, түйіспегенбіз ол баламен. Түйіспегенбіз. Ол бала мен 2022 жылы жастар арасында Испанияда әлем чемпионатына барған кезде мен 86-та болғам. Ол бала 75-те болған. Біздің жаңағы финалда Тулемисов Дәулет деген жігіт бар, құрамада білетін шығарсыздар. Финалда сол жігіт ұтылған болатын. Содан кейін, сол әлем чемпионатынан кейін ол бала Өзбекстанға барып, жаңағыдай ересектерге барып, топ жарып, сөйтіп ол бала өз елінде жаңағыдай қалай бағы жанып кетті да. Бірден олимпиада, бірден жарыстар, бәр жерде қатысып. Және алдағы уақытта кездесулеріңіз әбден мүмкін ғой? Әбден мүмкін. Дайынмын, любой уақыт. Наоборот, маған керек ол кездесу. Бәрін жәмен шетінен қырып келе жатыр ғой, оны алып тастау керек болып тұр. Ешқандай не жоқ. Сразу шығып беремін бар ғой, хоть қазір десе. Қазақстан чемпионаты бар алда. Қатысасыз ба? Иә, обязательно. Қатысамыз. Қазан айында 2 ай аралық бар. Қысқа емес па? Жоқ. Жақсы. Демаламыз қазір бір 2 аптадай демалыс болды. Қазір жаттығу. Қазір де уже істеп жүрік. Осы апта жәмен. Пробежка кішкене. Турник брусья істеп қоясың, форманы жоғалтпау үшін. Сентябрьда қайттан уже кәдімгідей оқу жаттығу жиын бастаймыз. Қалада осында өзіміз кірісеміз, дайындаламыз. Толығымен. Темірлан, жаңа айтып жатсың ғой, 7 жасымда залға келдім деп, содан бері 15 жылдай тұрақты бокстасын. Сұрайын деген не түрткі болды, бір еліктеген, немесе бір мотивация берген адам бар ма, жағдайы бар ма деймін ғой? Менің әкем бала кезінде боксқа қатысқан, Семей төңірегінде, ауылда. Сол кезде жаңағы өзінің бала кездік арманы болатын, әкемнің. Өзі бокс 5-ші класста бастаған, ол кісілер үлкен отбасыдан шыққан, отбасыда 10 бала болған ғой. Жаңағыдай боксты жалғастыруға жағдай жетпеген. Сөйтіп 14 жасында Қарағандыға кафедраға ауысқан. Жаңағы арманы қалған ғой енді. Боксты қуала алмадым әттең. Ол кезде жағдай болған жоқ енді. Сөйтіп менің егер де ұлым болса, боксқа берем, чемпион шығарам деп өзіне серт берген ғой әкем. Сөйтіп мен дүниеге келем, екінші бала ұл болып, сестрамнан кейін. Осы Астанаға 2007 жылы көшіп келеміз. Мен 7 жасқа толған кезде
екінші классқа енді ауысам 2011 жыл ол кезде күз. Мен есімде осындай уақыт жаңағы қыркүйек айы таяған кез ғой. Сол әлі есімде менің көз алдымда да. Әкем үйге келіп жаңағындай ең бірінші тренировкаға барған кезде маған базарға барып мынандай кеды болатын ол кезде. Бар ескі кезінде 15 жыл бұрын кедылар. 500 теңгеге ме сондай бір әкеп берген маған. Шорты, үстіне бір футболка. Мен мәз мынаны көріп ол кезде. Залға барасың, Темірлан балам дейді да маған. Залға апарады ма толқын астанада. Залды көріп ол кезде зал маған үлкен болып көрінеді ғой, бір анау олимпийский центр сияқты. Ішіне кірем, балалар жаттығып, тиерлеп, жаңа тынығып сөйтіп жүреді. Сосын болды, мен бокстасам маған ұнайды деймін, короче. Сөйтіп сонда қалдым. Одан кейін мені өздері апарып жүрді 1-2 жылдай. Кейін өзім өскеннен кейін өзім жаңағыдай барып жүрдім залға. Сөйтіп осылай боксер болып қалыптастық. Боксшылардың арасында бір ерекше симпатиясы бар, сондай бола ма өзің бір кумир тұтқан, және бір стилін алғың келген, соған ұқсағың келген деген сияқты? Ондай жоқ екен менде өзімде. Шын айтсам. Бірақ Мұхаммед Али атамыз бар. Соның жекпе-жектеріне қызығам, азар жоқ. Бірақ қатты былай біреуді кумир тұтып, фанат тұтып, онда менде өзімде жоқ. Стилді кімге ұқсатуға тырысасың? Стиль? Ол қалай қалыптасты деймін ғой қазіргі стилің? Стиль менде неше түрлі ғой, байқасаңыздар. Мен аяқта да секіріп ойнай аламын да, екінші нөмірлі болып, жаңағындай Челнокта, Тараз бокс мектебін көрсете аламын. Мен тренерім Тараздікі ғой өзі. И жаңағындай осы Азияда көргендеріңіздей бір орында тұрып та жаңағындай майысып, ударға жұмыс жасап, уклондармен более европейский стильға да ойнай аламын да, әр кезде әртүрлі. Жеке бапкеріңіз Иса Кенжеғұлов қой, фамилиясы? Кенжеғұлов, қателеспесем. Ол кісіні енді біз көріп тұрамыз, жаттығудың барысында былай спорт школға барып тұрамыз ғой ара керек. Бірақ жақын танымаймыз, әдістемесі қандай? Берері көп ол кісінің әлі. Ол кісінің бір ұстанымы бар, ол кісі ешқашан қайтпайды. Менің бапкерімді білем өзім, жақсы білем ғой. Бала кезде менің екінші әкем сияқты ғой. Өстік, сборларды бірге жатамыз ағаймен. Енді 15 жыл болды қасындамын. Ол кісі қайтпайды ешқашан, ұтылсақ та, біз әлі шығамыз, біз әлі доказать етеміз, біз сынбаймыз деп. Ол кісінің арманы олимпийский чемпион шығару. И қазір сол арманға қарай екеуміз жұмыс жасап отырық, қарқынды. Қазір Лос-Анджелесті көздеп отырсыздар ғой сонда, түсінген? Көздеп тұрық, үміт бар, сенім бар, жаңағындай, демекші. Бірер күннен кейін Ливерпульде әлем чемпионаты басталатын. World Boxing ұйымының алғашқы ірі жарысы шығар, осы жаңа ұйымның жаңа салмақтармен деген сияқты. Ұлттық құрама жасақталды, қазір аттанды. Шамамен болжам қалай болады, қандай пікір айтасың деймін ғой, дайындыққа қатысты? Енді дайындықтар жақсы, қазір ұлттық құраманың. Көріп отырық қой, Instagram парақшасынан, Боксинг Қазақстан сайтынан көреміз. Қайрат ағайымыз қазір барын салып жатыр құрамаға. Ол кісі дайындап. Камачолар келді, өздеріңіз білмекшік, ағайынды шетелден. Олар осы бізге Қазақстанға келеді, үлкен додалардың алдында именно құраманы дайындап кетеді. Сол қазір дайындық жақсы көріп отырмын. Енді өзім бұлай айтпаймын, мынау чемпион болады, мынау чемпион болады деп. Барлығы біргелкі мықты. Бақ шабама, бап шабама демекші. Көреміз, қолдау жасаймыз. Соңғы әлем чемпионатында 4 алтын алып едік Ташкент төрінде. Қайталау мүмкін бе деймін ғой қазіргі жағдайда? Мен ойымша қазір жағдайда одан көп алат сияқтымыз. Төртеуден көп. Бұлай қазір қарасам, құраманың деңгейін қарайсың, боксер ретінде өзің анализ жасайсың ғой. Темірлан кино көрген өте қатты жақсы көреді екен. Бұрыннан үнемі айтып жүресіз ғой енді. Қандай 3 фильм топ кеңес беретін? Топ 3 фильм ба? Ең біріншісі Апокалипсис 2007. 2006 ма 2007 ма Апокалипсис. Екінші орында Гладиатор деген кино. Гладиатор деген фильм. Кезінде гректер туралы түсірілген. Үшінші орында мен үшін Мотылек. Мотылек деген кино. Бәрі сол Европаның фильмдері. Одан бөлек аңға шыққанды жақсы көреді екенсіз, аң аулағанды. Оған да таң қалдым. Аңға енді жылына бір болып тұрады. Қаз үйректер ғой. Андай жаңағындай жануарларды ондай атып көрмегенбіз әлі. Ағаларым бар, барамыз, мылтық алып аламыз, өзі арнайы арналған. Үстімізге камуфляжымызды киіп аламыз. Семей төңірегінде сол Тарбағатай маңайы ғой. Қандай қызық жағдайлар болды аңда? Бір кезде қаздарды күтіп тұрмаймыз ба? Ұшатын кезде ағамда не бар? Жаңағындай құстардың дауысын шығаратын, соны шығарып жаңағындай неге заманкаға түсіреміз дейді ғой құстарды. Сөйтіп тұрғанбыз, бір кезде сөйтіп тұрған кезде құстар ұшады. Аналарды атамыз, атқан кезде біреу құлайды, тиеді. Қамыстың арасы ғой.
сөйтіп бір құсты алуға бара жатпаймын ба, ағам күтіп тұрады жер жатып. Құсты алуға бара жатсам, қамыстан мына жерден бір дауыс шығады, бір дем алып тұрған. Жануардың дауысы ма бірдеңке ғой, короче. Тоқтап қалып сөйтіп ойланам, нені барамын да құсты аламын. Қайтып келе жатсам, короче, кішкентай аюдың баласы тұр ғой ана жерде. Бізде өзі Семей жақта бар ғой аюлар. Өскеменде, тауда. Сөйтіп аюдың баласы тұр. Бір орында қатып қалдым, короче. Ағама талғат еді. Тәке деп тұрғансың ғой ана жерде. Сөйтіп, анау ескелеңдеп, қатты үлкен емес, баласы екен көрініп тұр. Бірақ қатты демала деген да анау аюлар. Өзім өмірде бір рет көрдім сол кезде. Сол қамыстың арасымен мені байқамады, үстінде камуфляж ғой, пит кетіп қалды. Сондай жағдай болған өзінде. Үлкен аю келген жоқ па? Үлкен аю келсе спарринг болады сияқты ма жерде точно. Жақсы. Одан кейін бір сұрағым келгені, айтпақшы мен Бақыт ағадан сұрайын дедім де, сол мүмкіндік болмады. Сіздер соңғы жаттығу жиынын Қырғызстанда өткіздіңіздер, Ыстықкөлде. Иә. Таиландтағы Азия чемпионатының алдында. Иә. Сұрайын дегенім, негізі Ыстықкөл өте биікте тұр, теңіз деңгейінен 1600 метр биіктікте екен. Аха. Енді ана Ақбұлақ 1700 метр биіктікте тұр ғой Алматыда. Жауынгерлік жаттығуды сондай биікте жасаған ауырлау болады, балалар шаршап қалады, негізі жерде жасау керек еді ғой деген сындар болды мына бапкерлер тарапынан. Енді ол жаттығу ОФП дейді ғой, жалпы физикалықтарды тауда жасап, қалған ана жауынгерлікті жерде жасайтын бұған дейін. Сіздерге бұл қалай болды деймін, сосын қалай әсер етті осы жағдай? Бізге наоборот жақсы болды. Өйткені биіктікте жаттығу жасадық қой біз. Бастапқы бір апта қиын болды. Анау ауа райына үйреніп, давление бар, балалар бір-екеу жаңағындай пульс көтеріліп кетіп, жаңағындай давлениесі көтеріліп кетіп, бір күн түсіп кетіп, сондай болған жағдай. 3 апта жаттық қой. Қалған 2 аптасын уже организм үйреніп алып, жаттығуға кірістік. Бірақ енді қиын, анау жоғарыда тұрғаннан кейін давление, жүгірген кезде пульсың 2 есе, жаңағы жүрегің соққысы қосылады. Бірақ уже түстік қой кейін біз. Қырғызстанда жинадық, ішке объем кетті, өкпеге, жүрекке қан айналымы бар, жаңағыдай миы бар, бәрі жақсы, жаңағыдай, қалай? Формаға келді десем болады, в общем. И Таиландқа түскеннен кейін, Таиланд уже ол биіктік емес қой. Жерде тұрған төменде. Ол жаққа барғаннан кейін бокстасу өте жеңіл болды. Лично өз тарапымнан вообще менде шаршау деген болған жоқ ол жарысқа. Бақтыға айтамын ғой, жаңағыдай бокстас болғаннан кейін. 3 бой. Бақтыға, я вообще что-то не устаю деп, короче, орысша. Күледі ол кісі. Я тебе говорил же, в Қырғызстане, не зря там тренировались деп. Таиландта бәріңіз бір қонақ үйде жаттыңыздар. Бір жерде тамақтанып жүрдіңіздер. Қарсыластарды айтамын да, әсіресе жаңа өзбек қарсыласыңызға қатты тактика құрдым дедіңіз ғой. Иә. Ол кездерде диалог бола ма араларыңызда? Қалай болады қарым-қатынастарыңыз? Иә. Диалог жоқ, бірақ андай бойға шыққанға дейін отельде жатамыз. Тойдам, иә, сол кезде. Асханаға шыққанда тамаққа түскенде көреміз. Бұлай енді өзі келіп амандасып жүрді мені көріп. Аманнан сұраймын ғой мен, Қонысбековтен. Аман олармен жақсы сөйлеседі ғой, сол жақтан келген, бәрін таниды. Аман маған келіп айтады, Тима дейді, мыналар сенен жанып жүр дейді, қорқып жүр дейді. Өйткені бүкіл өзбекті ұтып келдім ғой. Ана бала келіп сұрайды екен жаңағы, қалай ол жалпы, қалай ұрады, не деді. И мен уже ол сұрақтың өзі түсіндіріп тұрды, что ол бала уже уайымдап жүр, қорқып жүр деген бір сөзбен. Сөйтіп, дайын шықтық қой бойға. Білдім ол қазір. Қалай? Задний беретін. Аман, енді біз елде айқай шу бағанағы жеңіс орланды деп айтып жатырмыз ғой, жекпе-жекті көрдік. Ол өзі қалай қабылдады? Жеңіл қабылдады. Мүлдем мұңайып, настресін түсіріп, ондай болған жоқ. Өйткені айтады, менде бұндай көп дейді. Мені қысқан кездер көп болды дейді. Шүкір деп қабылдадым дейді, болды дейді. Келесі күні бәрімізбен бірге балаларға барып, қолдап, көңіл күй көтеріңкі жүрді. Айтпақшы, кәсіпқой бокстан ұсыныстар болған жоқ па? Әлі болған жоқ. Соны бәрі сұрайды менен. Менің бойларыма қарап бәрі айтады, нокауттар көп, профиға келеді деп, стилің. Бірақ өзіме білмеймін, келмепті. Оған ешқандай өкпе ренішім жоқ, бірақ кейбір балаларға келіп атады, құрамада естисің, маған профидан не келді, заявка келді, ана заявка келді дейді. Деп қойып жүре бересің. Білмеймін, бір күні келеді шығар, келсе көреміз, бағымыз сынап. Қарсы емессің, иә? Қарсы емеспін, көру керек негізі. Өзінде бар қызығушылық. Және қазір андай ғой, федерация рұқсат береді. Олардың келісімімен өту керек, сөйтіп. Арасында шығып тұруға болады деген сияқты. Ауызбіршілік қалай ұлттық құрамада? Мысалы, сіздер жастар құрамасында бір-бірлерімен қарым-қатынасыңыз? Өте жақсы. Бәріміз көтеріңкі көңіл күймен, ішіміз пыспайды, бір-бірімізге жаңағындай әзіл ұстап, сөйтіп жүреміз. Өте жақсы, ондай вообще проблема жоқ ол жағынан біздің жігіттерде. Білмеймін, маған өзі басқасы басқа, бірақ именно Бақыт ағайдың мотивациясы маған өзіме ұнады осы жолы.
өте ол кісі еще өзі бокстасып көрген, өзі бәрін білет, түсінет, и бізді де білет та, соны біз сол сезімді түсініп атқанымызды, и бізге өзі жаңағыдай жас екенімізді көріп, бізге жастарша мотивация береді да, жаңағыдай. Пацаны, жігіттер, так и так деп. Современный подход дейміз ғой, солай да. И барлық баларға жақсы ұнайды. Кәдімгідей жанып шығасың. Біраз сұрақтардың жауабын алдым. Өзімнің де, көпшіліктің де көкейінде жүрген сауалдар осы уақыт бөліп, ашық, жарқын әңгімелескеніңе рахмет айтам. Сізге рахмет келгеніңізге. Алдағы уақытта да біраз мүмкіндіктер болады деп ойлаймын. Тағы да сұрақтар болса жазыңыздар, төменге қалдырыңыздар. Жалпы Темірлан туралы енді көп сұхбат бере бермейді, енді жас боксшы ғой, жаңадан жарқ етіп шығып келе жатқан. Қандай қызықты жағдайлар бар, қандай біз білмейтін факттар бар, қалдыра кетіңіздер, маған қызық. Алда тек қана сәттілік тілейміз. Жаңа айтып жатсың ғой, әлем чемпионы болу, олимпиада чемпионы болу деген бәрінің көкейінде жүрген арман. Және нық қадамдармен сол алға қарай басып келатсың. Тек қана сәттілік. Енді ақпараттық жағынан үнемі қолдау танытуға дайынбыз. Және енді біздің ар жағымызда бүкіл 20 миллион қазақ елі тұр, тақымын қысып көрген шығарсың, енді қалай жанкүйер болып жатыр. Қазақ еліне сәлем айтып қояйын. Иә, сіздердің сыйлаған эмоцияларыңыз, қуаныштарыңыз ол енді ерекше. Ол ақшаға сатып алмайтын, ештеңеге тең келмейтін дүние. Рахмет, сәттілік бауырым. Рахмет сізге де.